Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бір бағыттағы қуып жету қозғалысына берілген есептер және қозғалыс графиктері деп аталады. Бүгінгі сабақта балалар біз бір бағыттағы қуып жету қозғалысына берілген есептерді теңдеу құрып шығарамыз. Енді кітабымыздың 29 бетіндегі екінші тапсырмаға қарайтын болсақ, балалар, бұл жерде сендерге жәнегі сызбалар берілген. Бұл сызбаларды біз екінші тоқсаннан бастап оқып келе жатырмыз. Сызбаларға қарап отырып, жәнегі жақындау жылдамдығын қалай табамыз, қашықтау жылдамдығын қалай табамыз, осы жерден көруге болады. Бұл суреттерге мұқият қарасақ, жәнегі стрелкалар жан-жаққа бағытталған, иә? Біреуінде жақындау жылдамдығы, біреуінде қашықтау жылдамдығы берілген. Енді балалар, кітаптарымның осы 29 бетіндегі 3-ші тапсырма есепті шығар дейді. Ол тапсырмаға өтпес бұрын, балалар, мен сендерге мына жазып қойған формуланы көрсеткім келіп тұр. Бұл жәнегі теңдеу құрған кезде біз осыған сүйеніп құратын болсақ, өзімізге өте жеңіл болады. Мысалы, V1 мен V2-ның айырмасы бұл бізде жақындау жылдамдығын беретінін білесіңдер. Оны тыға көбейтсек тең еске. Балалар, сендер бұл жәнегі ешқандай қорқынышты емес. Бұрынғы біздің өткен жәнегі S тең V көбейту Т деген тең өзіміздің формуламыз. Одан кейін келесі мысал Т-ны табу үшін S-ті V-ға бөлеміз. Бұл жерде V ғана бізде V1, V2 болып тұр. Оның өзінде бұны жақшаның ішінде тұр. V1-ден V2-ні азайтып алсақ, жәнегі бір ғана мәнді береді. Енді балалар, осы формуладарға сүйене отырып, есептің берілген есепке теңдеуді қалай құрамыз? Кітабымыздың 29 бетінде берілген 3-ші есеп. Мотоциклшілердің ара қашықтығы 50 км. Біріншісі 40 км сағат, екіншісі 50 км сағат жылдамдықпен қозғалды. Қанша уақыттан кейін екіншісі біріншісін қуып жетті? Қанша уақыттан кейін? Балалар, бізден уақыт сұрап тұр, біз оны X пен белгілейміз. Енді теңдеу құру үшін сендер білесіңдер. Ең бірінші жәнегі берілген мәліметті толықтай жазып алуымыз керек. Одан кейін осы мәліметтердің барлығын қолдана отырып теңдеу құруымыз керек. Мен теңдеуді балалар мына бірінші тұрған формулаға сүйеніп құрдым. Енді қараймыз. V1 бізде белгілі, V2 белгілі. V1-ден V2-ні азайттым. Оны көбейтеміз Т-ға дейді. Т бізде X-қа тең. Көбейту X тең 50. S-тің міне ара қашықтық бізде 50 км. Балалар, енді міне осы түрдегі теңдеуді шешеміз. Ол үшін балалар, бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. 50-ден 40-ты азайтамын, 10, мына жерде көбейту X тең 50-ге. X тең 50 бөлу 10. X тең 5-ке. Мына түрдегі жай теңдеуді балалар біз оңай шығара аламыз. Ары қарай тексеру сызығын сызып, теңдеуімізді жәнегі қойып есептейміз. Жақсы балалар, бұл бізде 3-ші тапсырма. Келесі 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырмада балалар, мен сендерге бұл жердегі мәтін есепті 30-ші беттегі сызбасы кітапта берілген, сондықтан мынандай түрдегі бізге қандай қозғалыстағы дене туралы мәліметтер берілген, соны толықтай осы жерге жазып алдым. Бірінші бізге ара қашықтық берілген, V1, V2 жылдамдық берілген, уақыт белгісіз. Тура жәнегі сияқты балалар теңдеу құрылады. Яғни V1-ден V2-ні азайтып, X-қа көбейтеміз. Тең 60. Міне балалар, бізде осындай түрдегі теңдеу шықты, енді ары қарай шешеміз. 70-тен 50-ді азайтсақ, 20 көбейту X тең 60. Мына жай теңдеуді біз шеше аламыз. X тең 60 бөлу 2, X тең 3-ке. Енді балалар, менде көріп тұрсыңдар, мына жерде тексеру сызығын сызып, ары қарай жазатын орын болмағандықтан, оны өздеріңе қалдырдым. Балалар, енді келесі кітабымыздың 30-ші бетінде берілген 6-ші тапсырма. Бұл жерде мәтін есеп берілген. Бұлай дейді, жылыжайға 900 гүл отырғызылды. Оның 630-ы жәнегі жұлдыз гүл, ал қалғаны қызғалдақ дейді. Жұлдыз гүлді 35 жәнегі данадан әр жүйекке отырғызды, ал қызғалдақты 30 данадан отырғызды. Сонда барлығы неше жүйекке гүл отырғызылды дейді. Енді балалар, бізге бірінші қызғалдақты тауып алу керек. Барлығы 900 гүл, оның 630-ы қызғалдақ. Яғни 900-ден 630-ды азайтсақ, 270. Бұл 270 бізде қызғалдақтың саны. Енді жұлдыз гүл 630, 35 данадан әр жүйекке отырғызса, оны 635-ке бөлеміз. 270-ті 30-ға бөліп,
екеуін бір-біріне қоссақ, барлығы неше жүйек болғаны бізге белгілі болады. Балалар, мен оны есептеген жоқпын. Себебі сендердің өздеріңе есептеуге қалдырдым. Барлығын көшіре беруге болмайды. Сондықтан өзіміз есептейміз. Ары қарай жауабын жазамыз. Барлығы осынша жүйек. Келесі тапсырма балалар кітабымыздағы 31-ші бетте берілген 9-ші тапсырма. Қар басқан тегіс даламен сырғанауды бір уақытта, бір бағытта бастаған екі шаңғышының ара қашықтығы 700 метр. Артында келе жатқан шаңғышының жылдамдығы 200 метр минутына, ал алдында келе жатқан шаңғышының жылдамдығы 150 метр минутына. Екі шаңғышы және алдында келе жатқан шаңғышыны қанша уақыттан кейін екінші шаңғышы қуып жетеді? Бізге уақыт белгісіз. Енді теңдеуді балалар, қандай түрде біз теңдеу жазамыз? Теңдеуде бізде уақыт белгісіз, x пен белгіледім. 200-ден 150-ді азайтып, оны x-қа көбейтеміз, тең 700. 50-ді x-қа көбейтеміз, тең 700. Бұл түрдегі теңдеуді біз шығара аламыз, балалар? 750-ге бөлем, x тең 14-ге, яғни 14 минуттан кейін артында келе жатқан шаңғышы алдындағы шаңғышыны қуып жетеді екен. Енді балалар, егер де теңдеу емес, біз жәнегі бұл бізде алгебралық тәсіл. Енді балалар, мен сендерге мына көрсеткенім бұл алгебралық тәсіл. Енді арифметикалық тәсілде біз бұны қалай шығарамыз? 700 бөлу 200 азайту 150 тең неше? 200-ді мына жерден аламыз, 150 750-ге бөлеміз, тең 14. Бұл бізде балалар жәнегі арифметикалық тәсіл. Ал мынау алгебралық тәсілі.